Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен келген қонағыңызды абыроймен атқаратын өте дәмді шырыны мол салат дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Салатқа қажетті ингредиенттерді мөлшерімен осы видеоның астында описание бөліміне жазып қоямын. Бізге асылған ет, болгар бұрышы, қияр, сәбіз, сарымсақ және кинза, көкпияз дәмдеуіштер қажет болады. Алдымен етімізді асып, суытып алған соң, сәбізімізді кәрі сөккішінен өткізіп аламыз. Қиярды, етті, болгар бұрышын ұзыншалап турап аламыз. Құрметті менің көрермендерім, арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып, тіркеліп қойыңыз. Арнамда аптасына 2 рет жаңа видео рецепттер шығып отырады. Шай қасықпен паприка, кориандр, қара бұрыш саламыз. Сарымсақты ұсақтап турамыз, немесе өккішпен өткізіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай дәмдеуіштерді бір жерге үйіп салып жатырмын. Яғни қазір ыстық май құйғанда осыларды бір жеткізіп, бір майға қуырып аламыз. Кинза мен көкпияз саламын және 2 ас қасық соя соусын құямын. Көрермендерім, жалпы сіздерге қандай форматта түсірілген видео рецепттер көбірек ұнайды? Осылай сөйлеп тұрған ба, әлде музыка қойылған видеолар ма? Кері байланыс жасап, пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Қызып тұрған сұйық майды үйіп қойған дәмдеуіштердің үстінен құямын. Сонда дәмдеуіштеріміз майда қуырылып, жақсы дәм береді. Тұзымызды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Маринады сіңуі үшін тоңазытқышта 2 сағатқа қоямыз. Мінекей салатымыз тоңазытқышта 2 сағаттай тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай шырыны мол болды. Әдемі ыдысқа салып дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді дастарханға сән беретін салаттардың бірі. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім.